Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ болып пісетін медовый пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажет сары май, ұн, шекер, разрехит, жұмыртқа, бал. Алдымен тостағымызға 2 ас қасық балымызды салып, ертіп аламыз. Еріп осылай қайнап жатқан балымызға бір шай қасық ас содасын қосамыз. Ас содасын қосып, осылай қып-қызыл болып қуырылғанға дейін осылай қозғап отырамыз. Үстінен сары майымызды саламыз осындай қып-қызыл болған кезде. Сары майымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Міне, осылай ериді. Енді бұны суытып қоямыз. Бұл суығанға дейін бір табаққа 5 жұмыртқамызды жарып, үстінен шекерімізді салып, әппақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ендігі кезекте осылай көпіржген массамыздың үстінен бағанағы ертілген майымыз бен медымызды аз-аздан құйып осылай араластырамыз. Қасықтың немесе венчиктің көмегімен осылайнан бір келкетіп араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып жүріп, еліктің көмегімен осылай аз-аздан салып отырып, араластырамыз. Бұны венчиктің көмегімен немесе қасықпен қозғасаңыздар болады. Миксермен бұл басылып қалады. Сол үшін лажы болса қолмен істегендеріңіз абзал. Мінекей бізде осындай жұмсақ сұйық, осындай теста шықты. Енді осыны менде диаметрі 24-тік пергамент қағазды осылай
ізін қалдырып аламыз дағы осының үстінен құйып шығамыз. Әр пергаментке жобамен менде 5-6 ас қасықтай кетті. Осындайдан 4 көшік шықты менде. Осы уақытта тапамызда алдын ала қыздырып аламыз. Мінекей қызған тапамызға 180 градуста 5-6 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей менде 5-6 минут болды. Өте жұмсақ болып пісіп шықты. Бұл жұқа болғандықтан жылдам піседі. 5-6 минут жеткілікті. Келесі кезекте ыстықтай осылай жан-жағын кесіп аламыз. Қалған кусоктарын алып қаламыз, кейін бетіне сеуге қажет болады. Ендігі кезекте мына жұмыртқамызға, бір жұмыртқаға 200 грамдай шекерімізді салып жақсылап араластырамыз. Шамамен 80-100 грамдай ұн қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Бұл уақытта менде сүтім қайнап тұр. Қайнаған ыстық сүтімізден осылайынан құйып отырып, жақсылап араластырып, бір келкетіп құйып аламыз. Осы массамызды енді баяу отта қоюланғанша қозғап отырып қайнатамыз. Мінекей бізде осындай қою болып крем шығады. Міндетті түрде қозғап отырыңыздар, әйтпесе асты жабысып күйіп іртік болып қалады. Қоюланғаннан кейін осындай шамамен 80-100 грамдай сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұны шамалы суытып, үстінен ванилинді құйып, қосып, тағы да бір араластырамыз. Мінекей осындай қоймалжың әдемі креміміз дайын. Ендігі кезекте бағанағы жан-жағынан қалған коржықтарымызды осылайынан үгітіп аламыз. Қолдарыңызбен немесе оқтаумен осылайынан үгітіп алсаңыздар болады. Енді пирогымызды жинайтын боламыз. Мен легенге жинадым осылай. Шамамен 5-6 қасықтан кремімді құйып, кезек-кезек осылайынан жағып жабыстырып жинап шығамыз. Креміміз міндетті түрде суы керек. Бұл крем өте сіңімді болатын крем.
мінекей менде 400 грамм сүттен осындай 4 көшікке жететін крем шықты. Осылайынан біркелкетіп жағып аласыздар дағы. Үстіне бағанағы үгітілген коржигімізді бетінен сеуіп шығасыздар жауып. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мінекей бізде осындай жұп-жұмсақ болып, қонақтарыңызға ұялмай қоятын, немесе балдарыңызға да жасап берсеңіздер мәз болып жейтін осындай керемет жұмсақ пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.